Tağamız tіске basar. Ол biz үшін bir kabachki, bir baklajan керек болады. Bir kabachki, bir baklajan bizге bir tarелкаға жетеді. Осылай жұқалатып kesіп алдым. Енді бізге жасау үшін не керек болады? Біз бұны кляр деп атаймыз. Бұның ішінде жұмыртқа, сүт, ұн және осындай батыру үшін панировочный сухари керек болады. Біз бірінші кезекте не істейміз? Баклажандарымызды осылай дайындап аламыз. Осылай дайындап аламыз. Және де біз әдемі болу үшін панировочный сухаридің екі түрін таңдадық. Сіздер таба алмасаңыздар, бір түрін қолдансаңыздар болады. Қалауыңызға қарай. Қайсы түрі болса да еш қандай маңызды емес. Мен қазір баклажанымызды сары түріне осылай алматамын. Баклажанды майда қуырсаңыздар да болады, духовке салып пісіріп алсаңыз да болады. Біз қазір бұны духовкаде пісіріп аламыз. Міне баклажанды пісіріп алдық, осылай әдемілеп қызартып. Енді кабачкаларымызды осылай жасап алдық, духовкаде пісіріп аламыз. Біздің баклажан кабачкилеріміз духовкаде осылай пісіп шықты. Енді майонезге чеснок, қара бұрыш, тұз қосып араластырып аламыз. Баклажанға помидор, фетаксаның ішіне осындай фетакса сырын кесіп алдық орташа көлемде. Баклажандарымызға осылай майонезімізді жағып шығамыз. Осылай майонездерімізді жағып, кішкене әдемі болу үшін осындай ес салатымыздан үзіп қойып шығамыз. Осылай салат жапырақтарын, помидорымызды, фетаксамызды қойып шықтық. Енді әдемілеп осылай орап шығамыз. Кабачкеміз және баклажаннан роллдарымыз осылай дайын болды. Өз қалауыңызға қарай әдемілеп апамен жасап жіберсеңіздер болады.